Енді үй алайын десе, бастапқы жарнаға ақша жинамайды. Өйткені қазір түсіп жатқан жалақысымен кейбіреулер айтты, жинау мүмкін емес дейді. Иә. Сондай мемлекеттік бағдарламалар бар ма? Алғашқы жарнасыз ақ алуға болатын. Яғни бұл компанияны ашуымыздың миссиясының өзі квартиранттардың санын азайту ғой, жаңа өзіңіз айтқандай. Үлес қостыңыздар ма? Үлес қосып жатырмыз, Аллаға шүкір. Сонда 8 күнде мен баспаналы болдым десем болады ағайын. Жылжымайтын мүлікті Аптабек деген бар екенін естімеппін. Сөйтсем, жылжымайтын мүліктің Аптабегі Венера ханым екен. Бағдарламасымен біз үйді алдық. Қанша квадрат? 24 миллион 800-ге 90 квадрат. Қазір ол тұрады 75 миллион. Құрметті көрермендер, жаңағы пайдасын айтып жатырмыз, плюсын айтып жатырмыз, тек жақсы жағын. Бұл салада жаман жағы бар, енді соны естуге дайынсыздар ма? Бәрін маман істегені қалайды ғой, әр затты өз маман істеген шынымен дұрыс. Мысалы бізде өткен жылы мен де айтып отырмын ғой, үй алдым, танқау салдым, өткенде салдым ғой. Менің басты қиыншылығым ол жерде. Біз өтпей қалдық қой қаншама программадан. Өткенде сізбен үй алған кезде біз бірден өтіп кеттік. Кредит одобрение бермейді дедіңіз ғой. Біз айттық қой, біз жарамсыз адамдардың қатарында болдық. Иә. Әйтпесе қанша жыл ИП жүргізгенбіз, отчет жүргізгенбіз, налог төлегенбіз. Айналып келгенде өтпей қалдық. Білмегеннен кейін басын қатады екен. Енді біз аяқ астынан дайын үйді көрсетеміз деп шештік, өйткені көп адам көргісі келетін шығар шынымен. Қандай үй, қалай ремонттайды, құрылысы қалай болады екен, дизайны қалай болады екен, қандай жиһаздар, қандай есік болады екен деген. Сондықтан проблеманың бәрі шешілген, құрметті ағайын. Үй алу сіз ойлағаннан да жеңіл. Бірақ әрине тәртібін, ыңғайын білсеңіздер. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл Сала таңдау каналы. Құрметті көрермендер, құрметті сала іздеген жандар, болмаса баспаналық келетін жандар, сіздерге арналған керемет бүгін шығарылым болады. Бүгін біздің кейіпкеріміздің осыдан 7 жыл бұрын басында бірде-бір пәтері, болмаса баспанасы болмаған. Дәл қазір уақытта бұл кісіде 30-ға жуық Алматы қаласында пәтері бар, және де 3-ге жуық жер үйі бар деп айтсақ болды. Және де компаниясы жылына 500 миллионға жуық оборотшысы, айына 10 миллионнан жоғары жақшаның ішінде пайда тауып отыр десек болады. Сондықтан бүгінгі кейіпкеріміздің өзін ғана емес, құжаттарымен бірге қонаққа шақырдық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Ұлан? Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Есіміңіз? Есімім Венера Әділбекқызы. Салаңыз? Салам жылжымайтын мүлік. Қанша жыл болды? 7 жылдан бері жұмыс жасаймын. Түсінікті болды. Енді Венера ханым, жаңа сіз жайлы біраз әңгіме айтып тастадым. Тыңдап тұрсыз. Дұрыс айттым ба? Иә, дұрыс. Дәлелдей аламыз ба? Дәлелдей аламыз. Сол үшін біз құжаттың бәрін алдырдық. Бұл құжаттың бәрін жеке-жеке сіздерге көрсетсек болады. Енді негізгі мамандығыңыз қандай? Негізгі мамандығым өзім экономика саласында, қаржы бойынша. Осы саламен жұмыс істедіңіз бе? Осы саламен жұмыс жасаған жоқпын. Түсінікті болды. Кәсіпкерлік саласындамын. Енді кәсіпкерліктің ішінде сіз жаңағы жылжымайтын мүлік, дұрыс па? Жылжымайтын мүлікке осы 7 жылдан бері жұмыс жасаймын. Қанша бағытында? Бірнеше бағытында, жалпы жылжымайтын мүлікке қандай сала қатысты, сол саланың бәрімен жұмыс жасаймын. Жер үйден бастап көпқабатты үйге дейін. Көпқабатты үйге дейін. Коммерциямен ше? Коммерциямен жұмыс жасамаймыз. Түсінікті болды. Негізгі табыс көздеріңіз алып сату ма? Алып сату, иә. Сосын ипотекаға сүйемелдеу, сопровождение саласы. Сосын ремонт жасаймыз. Яғни алғаннан кейін жасап сатасыздар. Иә. Енді ең жақсы уақыттарда неше пәтер сатасыздар? Ең жақсы уақытта айына 30 пәтерге дейін сатқан уақыт болды 24-ші жылы. Яғни бұл жерде оны цифрмен нақты қоя алмаймыз, осындай үй сатамыз деп. Нарықты толық анализ жасайтын болсақ, жылдың 1-2 кварталында 30% продажа болады. 3-ші кварталында 60-50%-ке дейін продажа болады. Енді шарықтау шегі продажаның сентябрь айынан январь айына дейін. Яғни қыркүйектен қаңтарға дейін өте жақсы сатылады. Яғни жылжымайтын мүлік саласы мерзімге қарай десек болады ма? Мерзімге қарай. Сезонный кәсіп деп айта аламыз ба? Бірақ енді сезонный кәсіп, оны сезонға қаратпай анализ жасау арқылы жұмыс жасауға болады. Енді мынандай сұрақ қояйыншы. Жаңа сүйемелдеу дедіңіз ғой адамдарға. Мысалы бізде Қазақстанда ең жер үлкен, бірақ қазақта жер жоқ деген сөз бар. Ұлы квартиранттар жері деп атайтын бір қалжыңда сөз бар. Мысалы көп қазақ бас квартирада тұрады, дұрыс па? Иә. Жалдамалы үйде. Енді үй алайын десе, бастапқы жарнаға ақша жинамайды. Өйткені қазір түсіп жатқан жалақысымен кейбіреулер айтты, жинау мүмкін емес дейді. Сондай мемлекеттік бағдарламалар бар ма? Алғашқы жарнасыз ақ алуға болатын. Бар. Қандай проценттермен қандай бағдарламалар бар, соны айтып кетесіз бірнеше? Енді біздің Формула Жилья компаниясының основателімін. Осы компанияны ашқанымызға 1 жыл болды. Яғни бұл компанияны ашуымыздың миссиясының өзі квартиранттардың санын азайту ғой, жаңа өзіңіз айтқандай. Үлес қостыңыздар ма? Үлес қосып жатырмыз, Аллаға шүкір, Алланың қалауымен үлесімізді қосып жатырмыз. Яғни бұл жерде тек қана біз программаны
программамен ғана емес, үйді тауып орналастыруға дейін жұмыс жасаймыз. Енді мынандай айтайын да, сіз үлес қосып жатырмыз дейсіздер. Оларға алғаш жарна ақша беріп жатсыздар ма сонда? Спонсорский программа бар, алғашқы жарна беріп көмектесеміз. Үйін алып болғаннан кейін ақшаны алу жолдарын қарастырамыз. Түсінікті болды. Бағдарламаның неше түрі бар? Енді нақты қазіргі жақсы жұмыс жасап жатырғандар 7-20-25, Отау, Наурыз, Алматы жастары, осы программалар. Сосын партнерский ипотека деген бар, ол енді застройщик пен банктың арасындағы. Неше проценттер болады? 5%-тен басталады, 12-13-ке дейін көтеріледі. Мен жақында баспаналы болдым. Мен жасыл. Сіздер бізден. Сіздер арқылы. Жасыл қалай еді бізге? Жасыл ипотека. Жасыл ипотекамен алдық. Қанша процентпен алдық? 7 ғой дейме? 7 емес, 9 болу керек. 7-9%. Алғашқы жарнамен 4,5 миллион ба төледі ме? 4,5 миллион, біз менеджерлар сүйемелдеді. Сол үшін мен нақты сіздің мәселеңіз бойынша білмеймін. Мен енді әйелім арқылы алғаннан мен де қатты білмеймін, бірақ 4,5 миллион алғаш жарна берген білем, және де 60 квадрат алдым мен. 60 квадрат. 60 квадрат. Неше күнде алдыңыз бізден? Бір апта деме? 8 күн шығар мүмкін. 8 күн, Өйткені сенбі жексенбі болып қалды, біз үлгере алмай қалдық, одан кейін әйелім баламен отырды, тағы да басқа. Сонда 8 күнде мен баспаналы болдым десем болады ағайын. Және де жасыл ипотекамен Алматы қаласындағы соңғы ұсынысты алдым деп айтсам болады? Соңғы, бір-ақ объекті қалды, ол сізге бұйырды. Көбінесе мына товарный бизнесті оптовик деген дүние бар. Бірақ мен мына жылжымайтын мүлікті оптовик деген бар екенін естімеппін. Сөйтсем, жылжымайтын мүліктің оптовигі Венера ханым екен. Яғни Алматы қаласында жылжымайтын мүлікті оптом алып, өзіңіз сатасыз ба? Енді біз бағамен жұмыс жасаймыз, застройщиктермен жұмыс жасаймыз. Біз енді көп мөлшерде алғаннан кейін застройщиктермен келісім болады, құрылыс компанияларымен. Бізге жеке өзі ішкі келісім болады, ол сыртқа айтылмайтындай, проценті аз. Ең төменгі бағада аласыздар деп айтса бола ма? Ең төменгі бағада аламыз. Ең төменгі болғанда енді алған объектіңе байланысты проценттер түсіп отырады. Түсінікті болды. Енді құрметті көрермендер, мен 60 квадрат пәтер алдым ғой сіздермен. Мен 20% төлеп алдым. 20%-бен, Енді ол үйді өзім емес, әрине әпкем алдым. Енді бұл жерде 10%-пен алуға болады ма? 10%-пен алуға болады. 5%. 5%-пен олайда алуға болады. Ол біздің жеке компанияның программаларымен. Түсінікті болды. Енді мынандай үкіметтің программасы емес, государственный емес, біздің өзіміздің компанияның программасы. Мынандай сұрақ қойғым келіп тұрды. Мысалы, айтып отырмыз ғой, квартиранттарды азайту миссияларыңыз. Бірақ енді квартира тұрып жүрген адам пәтер алайын десе, бірақ айына 200-300 мың пәтер аққа төлей алады. Бірақ өзінің ипотекасына да төлей алады ол адам. Бірақ пәтер алайын десе, алғашқы жарнасы жоқ. Бізде спонсорский программа бар. Енді осыны толығырақ айтып кетсеңіз, ол қалай? Ол біздің өзіміздің компанияның атынан бірінші алғашқы жарнасын клиентқа беру көмегі қарастырылған. Сіздер бересіздер? Береміз, Оны қалай қайтарасыздар сосын? Оның қайтару жолдары кейін өзі үйді алып алғаннан кейін кредитке алады, болмаса туысқандарын алады, әйтеуір бір машинасын сатады. Сондай мүмкіншіліктер береміз. Енді ол жайлы өздеріңіз толыққанды хабарласып алсаңыздар болды. Енді құрметті көрермендер, бүгінгі біздің видеоның кәсіпке қандай қатысы бар десеңіз, Салаз деген адамдарға Венера ханымның тәжірибесімен керемет бір ұсынысын тыңдасаңыздар болады. Сіздің сүйемелдеу кәсібіңізді былай нөлден бастауға болады ма жобамен? Нөлден бастауға болады. Қанша табыс табуға болады айына бір адам? Айына кем дегенде миллион табуға болады. Ол миллион табу үшін неше адамға қызмет ету керек? 2 адамға қызмет жасаса. 2 адам табу қиын бола ма? Қиын емес. Ол адамның қызығушылығына байланысты. Бір күнде таба ала ма 2 адамды? Табуға болады. Алыстан таба ма, әлде өзінің туыстарының ішінен шыға ма? Ол міндетті емес, туыс деген. Жоқ, жалпы деймін да. Класстастарының ішінен, туыстың ішінен де табуға болады. Яғни пәтері жоқ 2 адам табылса, соны алғашқы клиент ретінде қарауға болады. Қарауға болады, Яғни 500 мың теңге төлейді, сол 500 мыңның орнына ол кісі пәтер алады деп айтсақ бола ма? Пәтер алмайды, услуга көрсетеді ғой. Яғни пәтер алу жолын көрсетесіздер. Жолын көрсетеді. Яғни құрметті көрермендер, сіздер мынандай кәсіп бастайсыздар деп айтсақ та болады. Сіздерге үлкен офис қажет емес, үлкен жарнама жасаудың қажет емес. Сіз адамдарға пәтер алуға көмектесесіздер, жол көрсетесіздер. Венера ханым сізге мысалы мемлекеттік бағдарламаларды көрсетеді, солармен жұмыс істеуді көрсетесіз. Және де бұл кісі оптовик ретінде нарықта өзінің жол жобасын түсіндіреді. Сіздердің жұмыстарыңыз соны оптом бағамен танысу, мемлекеттік бағдарламамен танысу, олардың құжаттарымен танысу, оларды өткізу жолымен танысу, одан кез келген үй алам деген адаммен танысып, историясын қарап, бола ма болмай ма анықтап, ары қарай бір 2 аптаның ішінде шығарып беруге болады, дұрыс па? Мүмкіндік бар, Әлде 1 айға дейін созылуы мүмкін? 6 айға дейін созылатын. Яғни кейбіреуді қолдан жасайсыздар. Өзіміз дайындаймыз. Ол адамды, мысалы, клиентті біз дайындаймыз. Пәтер алу жолына.
Иә, пәтер алу жолына дайындаймыз. Түсінікті бол. Сондықтан қысқасы құрметті көрермендер, маржасы жоғары, сұранысы үлкен, жарнамаға мұқтаж емес кәсіп іздесеңіздер, бүгінгі видео сіздерге арналған. Енді ары қарай қазір Венера ханым бұл деңгейге қалай жетті, шынымен пәтерсіз жүріп осыншама пәтерге қалай ие болды, соның бәрімен сұхбатты пәтердің ішінде бірге жалғастыратын боламыз. Видео қызық болса соңына дейін көріңіздер, сұхбатты іште жалғастырамыз. Жүріңіздер. Сұхбатымыздан жалғастырайық. Бісміллә деп пәтердің ішінен бастайық. Бұл жерде евро трешка дейсіз бе? Евро трешка 64 квадрат. Негізі 2 бөлмелік пәтер. Осыны 3 бөлме қылып шығардық, заңдастырдық. Заң бойынша бұл үй ипотекаға өтеді. Енді құрметті көрермендер, әр қазақ баспаналы болсын деп, енді бұл кісі қалай сонша баспанаға ие болғаны жайлы сұрасақ. Енді бұл оқиға қашан және де неден басталды, бұл кәсіпке қалай келдіңіз деген сұрақ. Бұл кәсіпке қажеттіліктен келдім. Қажеттіліктен. Бізде үй болған жоқ. Өзі күйеуім менің органда жұмыс жасайды. Оларда үкіметтен береді деп күтеміз ғой, енді военный болғаннан кейін. Сол үшін үкіметтен бермейтін болып қалды. Тек қана компенсация берілетін болды, ай сайын квартираны беретін болды. Сонымен біз ойлана келе, осы программаларды қарауды шештім. Программаларды қарадым. Одан кейін енді оны өзім түсінген жоқпын, үйреніп жатқанды. Үкімет береді деп неше жыл күттіңіздер? Үкімет береді деп 7 жыл күттік. Жақсы күтіпсіздер. Соңында мүмкін емес екенін айтқаннан кейін бастадыңыз іздеп? Бастадық, иә. Уже бізге пәтер бермейтіндерін айтты, тек ай сайынға адам басына ақша бөлетіндерін айтты. Сонымен біз уже енді ары қарай бастадық. Енді бағдарламаларды енді зерттеп бастадыңыз? Зерттеп бастадым. Курс оқыдыңыз ба? Курс оқымадым. Бәрін өзім банктарды аралап жүру арқылы үйрендім. Оны өзім түсінген жоқпын басында, үйреніп жатырмын деп. Үй алам деп іздеп жүрдіңіз? Үй алам деп іздеп жүрдім. Сонымен барлық программаларды үйрендім. Одан кейін конкурсты қалай беру керек, қалай қатысу керек, сайттан қалай беру керек, осының бәрін өзім үйрендім. Енді сұрақ қойшы, үй алу оңай ма екен бағдарламалармен? Бағдарламалармен егер білсең, иә. Қанша уақыт ізденуге уақыт жұмсадыңыз, қанша уақытта пәтерге ие болдыңыз? Енді мен ізденуіме бір 3 жыл кеткен шығар. 3 жылдан кейін пәтерлі болдыңыз ба? Қазір мен осы салада 7 жылдан бері жүрмін ғой. Одан бөлек 3 жыл қызыққан шығармын. 3 жыл ізденіп, қанша уақыт алдыңыз пәтерді? 3 жылда алдым. 3 жыл ізденіп жүріп алдыңыз ба? Ізденіп жүріп алдым. 3 жыл бойы не іздендіңіз? Оқуын оқыдыңыз ба? Оқуын оқыған жоқпын. Конкурсқа қатысам, күйеуімнің атынан жер шығып қалады, бермейді. Сосын қайтадан басқа жолын қарастырамын. Солай жүріп қалдық біз. Түсінікті болды. Енді шыдалуыма көмектесті ғой. Осы салада жұмыс істеуге бардыңыз ба? Осы салада жұмыс істеуге барған жоқпын. Риэлторскийді ше? Риэлторскийде Юнус Хамзатовичтен оқыдым, курсын алдым, бірақ ол жерде мені флиппингке үйреткен жоқ. Барлығы енді өзімнің 2 аяғыммен басып, опытымнан келді ғой. 3 жылдан кейін алғашқы жарна төлеп алдыңыз ба, жарнасыз алдыңыз ба? Алғашқы жарнамен 7-20-25 бағдарламасымен біз үйді алдық. Қанша квадрат? 24 миллион 800-ге 90 квадрат. Қазір ол тұрады 75 миллион. Ол кездегі жарнаңыз қанша болды алғашқы? 20%, 20%-бен. 2 миллионнан алдыңыздар ма сонда? Жоқ, 4 миллион, 4 миллионның жобасында алдық. Түсінікті болды. Сол уақыттан бері мемлекеттік бағдарламалар қосылды ма әлде? Сол бағдарламалар әлі тұр ма? Қосылып жатыр. Алматы жастары қосылды, Отау, Наурыз қосылды. Алматы жастарының басқа программаларға қарағанда артықшылығы қандай? Артықшылығы вторичка, екінші деңгейлі үйлерден ала аласыз. Ол не? Ол мысалы Отау, Наурызда тек қана сіз құрылыс компаниясынан ғана ала аласыз. Сізде шектеу бар да. Ал Алматы жастарында шектеу жоқ. Біреу тұрған үйді алуға болады? Болады. Өзің таңдаған, ұнатқан үйді ала аласыз? Иә, болады. Енді жастарға арналған бағдарлама болғаннан кейін жастарға арналған жеңілдіктер бар ма? Жастарға арналған жеңілдік болып тұр ғой енді. Ол жерде енді екінші үйді алу бір, екіншісі қандай? Екінші 5%-бен аласыз. 5%-бен алуға болады, жарнасы? Алғашқы жарнасы 10% солай аласыз. Процент қандай жылдық? 5%. Иә. Түсінікті. Қанша уақытта алуға болады? Үйленген болу керек па? Қазіргі уақытта өте жеңіл болып жатыр. Жасы қаншадан ол? Ау? Жасы қанша жастан басталады? 21 жастан жоғары. Үйленген болу керек па? Үйленген, үйленбеген қарам. Міндетті емес? Иә, міндетті емес. Түсінікті болды. Одан кейін Наурыз деген аты жақсы екен. Иә. Ол қандай бағдарлама? Ол Наурыз деген бағдарлама, ол тек қана мына бірінші деңгейлі. Яғни құрылыс. Иә, құрылыс компанияларынан ғана аласыз. Жаңа үйлерден ғана ғой? Иә, жаңа үйлерден. Бұл жерде енді кішкене шектеу бар. Мына құрылыс компанияларының құжатын күтесіз, дайын болған. Сол мақсатта енді бізде қазір бір район айтып біреуіне кетеміз ғой.
мына формула жилья компаниясын ашқаннан кейін өзіміздің клиенттерімізді обработка жасау арқылы ол кісілердің объектісін іздегенде қиындық туындаттырды. Сол үшін біз қазір қаланың сыртынан үй салып бастап жатырмыз. Ол жаққа барамыз ғой бүгін? Бүгін барамыз, Енді алғашқы Филиппинға кірген уақытыңыз қашан? Нақты? Нақты Филиппинге кірген уақытым 6 жыл бұрын. Ақшаны қайдан алдыңыз пәтер алуға? Еш жерден. Өзім қанша пәтерден бастадыңыз? Қанша пәтерден? Ешқандай пәтерден? 0, жоқ. Ешқандай ақшасыз. Пәтер алған шығарсыз бір жерден? Пәтер алған кезде ең бірінші, пәтер алуды ма? Пәтерді алып Филиппинға кіргеннен бір пәтерді алып ремонттап саттыңыз ғой? Ол екеуміздің қай бағдарламамен? Ешқандай бағдарламасыз мен қолма-қол ақшамен алдым. Қанша? Енді бұл жерде тоже мен өзім логикамен жұмыс жасап, анализ жасап, енді сол уақыттағы деңгеймен анализ жасағанда дұрыс жасаптым. Мен бөліп төлеу. Рассрочкаға алдым? Құрылыс компаниясынан бөліп төлеуге алдым. Ішкі бөліп төлеу ма сонда? Ішкі бөліп төлеу. Ол кезде сондай болды ма? Болды. Яғни сіз ақша төлемей бөліп төлеуге сатып ала салдыңыз ба? Бөліп төлеуге сатып алдым, Тәуекел еттіңіз десек бола ма? Тәуекел еттім, өте қатты тәуекел еттім. Қанша пәтер алдыңыз бөліп төлеуге? Бір пәтер. Қолымызда екеуміздің бар ақшамыз сол 3 миллион болды. 3 миллионды құрылыс компанияға құйдық. Ары қарай біз бөліп төледік. Қанша жылға деп берді? 6 айға ғана берді. 1,200,000 төледік. Айына ма? Айына. Каспийден кредит аламыз. Төлейміз. Ол кезде енді не болды ғой? Бізде карантин болды ғой. Карантинге іліп қалдық та, сонымен біз бір уақыттарын не жасадық? Кредит алып төлеп. Кредит төлеу арқылы. Сонымен карантин аяқталды, программалар шықты, МПФ-пен ақшаны шешуге мүмкіндік болды. Сөйтіп бізде клиенттердің қоры көбейді. Солай жұмыс істеп. Қанша уақытта саттыңыздар бұны? Бұны қанша уақытта саттыңыздар? Алдым, алғаннан кейін 6 айдан кейін. 6 айдан саттыңыз? Қанша пайда таптыңыз алғашқысынан? Алғашқысынан мен 3 миллион. Одан кейін неше пәтер? Одан кейін жаймен кетті, оның есімде жоқ. Сонда айына 30 пәтер алатындай деңгейге шыққаныңызға сонда қанша жыл болды? Осы 24-тен. Ақша бәрі өзіңіздікі ма? Бәрі өзімдікі. Әлде инвесторлардікі бар ма? Инвесторлардікі жоқ. Мына 30 пәтердікі тек өзіміздікі. Так, бір жерден бір ақша келді ма или таныстан? Ақша келген жоқ. Енді менде тағы айтайын, енді ақша жинау өнерім бар. Өзіңіздің? Өзімнің ақша жинау өнерім бар. Жұрттар айтады ғой, ақшаны 10% жина, 20% жина, мен 100% жинаймын. Не ішесіз, не жейсіз? Мен өзім күйеуім жақсы жұмыс жасайды, соның айлық табысымен күн көреміз. Компанияның ақшасы компанияда жиналды ма? Компанияның ақшасы компанияда. Біз енді компания енді тәйтәйлап келе жатқан компания болғаннан кейін, оның табысы қазір өзінің расходтарын жабумен, дамумен айналысып жатыр. Мынандай сұрақ қойшы, 30 пәтердің ең қымбаты қанша тұрады? Ең қымбаты бізде енді бюджетный үйлер болғаннан 25 миллион, 30 миллионның аралығында. Ең арзаны? Ең арзаны 13 миллионға дейін барады. Ол қанша квадрат? 30 квадрат. 13 миллионға үй бар ма не Алматыда? Бар. Құрметті көрермендер, енді біз білмейтін зат көп екен қысқа жеткен кезде. Енді пәтермен танысайық, әңгімені айта бермей, Венера ханыммен бұйырса алдағы уақытта мүмкін үлкен бір подкаст жасармыз. Ашатын затты сол жерде ашатын шығармыз. Қазір енді пәтермен таныстырып кетсеңіздер, және де командаңыздың мүшесімен. Бұл жерде бізде пәтерлерді қазір енді ең басында бастаған кезде өзім ремонт жасап, өзім заттарын тасып, солай жасадым ғой. Ол да өзіме опыт болды. Өйткені маған санын, смета дейді ғой, соны жасау өте ыңғайлы. Яғни мен командаға адам алып жұмсауға мүмкіндігім бар да. Уверена болам, өйткені осындай квадратураға осындай ақша кетеді. Білесіз? Білем, Сол үшін мен командама адам алдым. Авахом деген компания бар. Сол қазір басшысымен таныстырайын. Осы квартираны сол кісілер ремонт жасайды, мебелін қояды, перделерін іледі. Қазір енді бұл үй аяқсыз болып тұр. Сол бәрін маған кілтін өткізеді. Ары қарай мен уже құжатын дайындаймын. Онда сол кісімен қазір бірге танысайық. Танысайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есіміңіз? Айдос болады. Жасыңыз? 35-тен ба қаншадамын, мен өзі 90-дарға қаншаға келдім. 35-ке енді толамын. Қай жақтысыз? Мен ба Қызылорданың тумасы. Құрылыста қанша жыл? Құрылыста 3 жыл болды. Сіз Венера ханымның алған үйлерін құрылыс жасап, сатуға дайындап бересіз ба? Бізде енді өзім компаниямда біз жалпы жасай береміз ғой ремонтты, бірақ енді біздің крупный клиенттің бірі осы Венера ханым.
кезінде 15-16 квартира берген кезде басқа жұмыстарды тоқтатып қойып, заказ қабылдамай осы кісінің ремонтын жасаймыз. Айына бере ма, әлі аптасына беруші ме? Аптасына береді, айына біткен кезде тағы дайындап қояды квартира сөйтіп. Айына неше пәтерді ремонттап? Сол ең көбісі 16-17 квартира болған ғой. Өзіңіз істеген, иә? Командаңызбен? Иә, команда. Командада неше адам? Командада көп қой адамдар. 60 квадратты қанша уақыт жасадыңыздар? 40 күнде жасадық. Ондай мүмкін ба? 60 емес, 65 квадрат. 65? Иә, 40 күнде. Онда тез істесеңіздер, негізі нарықта қанша уақыт істейді? Қазір мынау негізі бітті ғой, бірақ толық емес, потому что бұның ішіне әлі хомстейжинг жасаймыз, мебельдер аламыз. Негізі осы Ақсылаққа дейін, Чистовойға дейін нарықта қанша уақыт жасайды? Ақсылаққа дейін, Чистовойға дейін ба? Сол 30 күн, 20-30 күн. Норма осы? Иә. Квадратына байланысты. Егер қысқа квадрат болса, біз 20 күнде полный бітіп кетеміз. Жасап бере аласыз. Қысқа квадрат деген неше квадрат? 40 квадраттар, 30 квадрат. Квадратын нешеге жасайсыздар? Квадратын нарықтағы бағаларыңыз. Нарыққа мен рабочий арзанға тауып беремін да, мен өзімнің услугам бар. Мен өзімнің услугам 500 000 теңге. Оның ішіне клиент маған заказ берген кезде ол жүрмейді, базарға бармайды, технадзор, дизайн ешқашан жасамайды, кілтті береді, дайын болған кезде келіп алады. Яғни сіз 500 000 адам салып, олардың жүргізу процесін толыққанды қарауға, сіз аласыз бір пәтерге. Иә. 15 пәтерге сонда 7,5 миллион аласыз ба? Иә. Өте әдемі алады екенсіз. Сіздерде арнайы дизайн бар ма? Әр үйге әлде бір дизайнды барлық үйге жоқ, көшіріп қоя бересіздер ме? Әр квартираға әртүрлі. Мысалы, именно осы квартираны айтатын болсақ, бұл не болған ғой, свободный планировка болған, стеналардың ешқайсы болған жоқ. Қазір мен оны көрсетіп кететін болсам. Мысалы, келген кезде міне іші осылай свободный болды, еш нәрсе болған жоқ. Одан кейін біз олардың былай перегородкаларын бөлдік. Қарап келген кезде 65 квадраттан біз 3 комната шығарып жібердік. Евро трешка. Бұл енді 3 комнаттың бір жақсысы бұл сатылуы да тез болады. Иә, тез болады. Жас семьяларға, кішкентай бала шағасы барларға саңырас. Негізі сұраныста неше квадрат жақсы? Негізі сұраныста 50 мен 70-тің арасы. 70 енді жоқ, 70-ің өзі не емес, 40 пен 50, 60-тың арасы жақсы. Бірақ 25 квадрат үйлерде бар ғой? Бар, иә. Одан төмен бар ма? Ондай мен жасамадым. Бар негізі бар, андай бұрынғы общежитиялар бар, 14 квадрат. Бірақ қазіргі мына заманауи үйлерде 25 квадрат бар ма? Бар. Қазақстрой үйлері бар. Қазақстрой 25 квадрат бар. 25 па? 26, 27 сондай. Олар тез өте ме? Иә, олар сұранысқа ие. Ең тез өтетін солар деп айта аламыз ба? Иә. Одан кейінгі тез өтетін қай квадрат? Сол квадратның төменнен бүйтіп жоғарылап, соған байланысты кете береді. Үлкен квадраттар уже сұранысқа жоқ. Оған дейінгілер 100-200 квадраттар? Олар уже қиын олсады. Қазақстройда бар ма ондай квадратурлар? Мен естімедім. Жоқ. Көрмедіңіз? Жоқ, ондай. Соңғы рет қашан 100 квадрат құрылыс жасадыңыз? 100 квадрат емес, біз 90-ға неге Ланкашайрда 90 квадратта сондай болды, соны жасадық. Енді халыққа арналған сұраныс дейді ғой, бұл енді жалпақ тілмен айтқанда эконом сегмент дұрыс па? Иә. Жоқ, мынау негіз комфорт болып саналады. Комфорт санала ма? Да, комфорт. Ал мына жерге құрылысқа қанша ақша кетті? Қазірдің өзінде 5 миллион 800 кетіп тұр, менің услугамды қосқан кезде. Есік, мына аспал, төбе бәрін қосқанда сол кетіп тұр ма? Полный, иә. Ішіне қазір кровать, андай-мындай банағы алатын заттар бар, перделер аламыз, сол кезде 6,5 миллион деп көздеп отырмыз. Сонда квадратына 100 мыңға шығып тұр. Жұмысымен, жиһазымен? Жұмысымен полный. Клем төсейсіздер ма? Жоқ, клем төсемейміз. Себебі клем андай дүниеде адам өзінің вкусымен алмаса, кемей қалуы мүмкін. Жатын бөлменің бәрін жасап бересіздер ме, жиһазын? Иә, осы жерге кровать түседі. Шкафтар? Шкаф, жоқ, мынаған шкаф қоймаймыз. Кровать, диван, детский комнаталарына дивандар сондай қоямыз. Теледидар? Жоқ, техника алмаймыз. Ас бөлме бар? Ас бөлме бар. Бірақ ас бөлменің ішінде плитасын қойып береміз. Техникадан только сол. Қалған техника, микроволновка, анамдай, оның бәрі клиенттің өзі алады. Үлкен рахмет. Енді мына жерде, мына не көрсетейін деп отырсыз? Бағана бізде кеткен ақшаларда мына жерде айтып кететін дүние, мысалы мына рабочийлар бар ғой. 1 миллион 450 65 квадратқа жасаған, яғни квадрат метрі 22-ден түсіп тұр. Неше адам жұмыс істеді? 3 адам жұмыс жасады. Түсінікті, 1 миллион 450 солардың жұмысына бердіңіздер. Иә, квадраты сонда 22, нарықта енді рабочийлар 35-40-қа жасайды ғой. Сондай рабочийлар бізге осындай суммаға жасайды да. Себебі біз объем береміз ғой оларға. Тұрақты еще, иә. Және де ақшасын тұрақты алады. Тұрақты алады. Алдан қалмайды. Иә, договормен жоқ, кешікпейді.
тұрақты уақытысында договор бойынша бәрі қол қойылып этап бойынша алып отырады. Олардың біткендеріне. Бұл енді Венера ханым негізгі табыс табу жолы өзінің ақшасын айландырып және көбейтудің бір жолы осы үй алып сату. Енді үй алуға сүйемелдеу деген дүние бар. Қазір формула жилья компаниясына барамыз, сол жерде жігіттермен, компаниямен және компанияның жұмысымен және де сіздерге ұсынылып жатқан саланың түрімен біз болып бірге танысатын боламыз. Құрметті ағай, сондықтан сұхбатты соңына дейін көріңіздер. Құрметті көрермендер, енді жаңағы пайдасын айтып жатырмыз, плюсын айтып жатырмыз, тек жақсы жағын. Бұл салада жаман жағы бар, енді соны естуге дайынсыздар ма? Бағанадан бері жақсы эмоция бердік. Енді эмоцияны басатын уақыт келді. Эмоцияны баспас бұрын енді Венера ханым тек қана көп қабатты үйлермен жұмыс істемейді, бұл жерде жер үй де бар. Енді жер үйлерде мемлекеттік бағдарламалармен өтеді, дұрыс па? Өтеді, иә. Наурыз, отау бағдарламалармен өтеді. Нан сияқты сатылады деп айтсақ болады. Мынау қай аудан? Қарасай ауданы. Неше сотый мына жер? 5 сотық. Мемлекеттік қай бағдарламаға жатады? Наурыз отаумен өтеді. Түсінікті болды. Қазір енді осы үй бойынша қанша уақытта салынды, қанша кірпіш кетті, қанша фундамент кетті, қаншаға сатайын деп жатыр, үстінен қанша пайда көрейін деп жатыр бойынша біз сіздің серіктесіңізден сұраймыз, иә? Аха. Оған жетпес бұрын жаңағы өзіңіздің салаңыздың минустарын атап өтейікші осы жерде бірнешеуін. Жалпы флиппинг саласында. Флиппинг саласында. Көп қабатты үйден үй алып сату. Бұл жерден сіздікін қарасаңыз, сіздікі бір өте сәтті кейс болып тұрсыз. Сәтсіздіктер бола ма? Сәтсіздіктер енді бұл жерде бәрі флиппингпен айналысып, үй салып, үй сатып, болмаса ремонт жасап, бірден байып кету деген. Болмаса жаңағы көп қабатты үйге бар бөліп төлеуге алып алып, ертең 2-3 айда сатып жіберем деп. Жоқ, ондай ол жерде өте аккуратны қозғалу керек, анализ жасау керек, нарықты анализ жасау керек, қай жерде өтімді пәтерлер, қай жер дұрыс, сонымен жұмыс жасау керек. Оны ажырата алмайтын адам? Ажырата алмайтын адамдар жұмыс жасай алмайды, өйткені бұл жерде енді менің 7 жылғы опытым жатыр ғой. Сол үшін мен енді білмейтін адамға кеңес бермеймін. Сіздің айналаңызда сізге қызығып қарап кірген адамдар болды ма? Болды. Қанша адам танисыз? Кіріп шығып кеткен адамдар бар. Қанша адам танисыз? Қанша көп? Қанша минуспен шықты ма әлде плюспен шықты ма? Минуспен шыққан жоқ, уақытына ұнатылды. Ақшасы тұрып қалды, ақшасы тұрып қалды, өткен алған үйі көп біраз уақыт сатылды. Қанша уақыт енді ең ұзақ? Ұзақ 1 жыл сатылды. Астанадан алды, Алматыдан шығып, Астанаға салып 1 жыл күтті. Қысқа соңында жүрегі айнып бірақ шығып кетеді десеңізші? Қазір енді бұл салада емес, ол продажа саласы. Минусқа кіріп кетуі де мүмкін ба осы салаға кірген адамдар? Минусқа кіруі мүмкін, егер де сен мына жер бойынша айтатын болсақ, дұрыс жер таңдамасаңыз, ол красный линияда болса, болмаса бір салынуға рұқсат берілмейтін жерлерде тұрған болса. Және де көп қабатты үйлерінде кейбіреуінің несі шықпайды ғой, заңсыз тұрғандар да көп қой. Иә, оның бәрі. Одан да ұрлық бануға болады, оның да документ шықпай қалуы мүмкін. Иә, ондай өзімізде де кездесті. Құрылыс компаниясы мысалы сенімді емес болып қалуы мүмкін, дұрыс па? Енді иә, сенімді емес болуы мүмкін. Ол жерде біз құжатын бәрін тексеріп, қарап барып құямыз ақшаны. Жоқ, енді сіздерде емес, жалпы жаңадан кіргендерді күтіп тұрған рисктер осылар емес пе негізі? Рисктер, иә. Енді сіз 7 жылда енді қазір енді ондай нелерге ұшырай қоймайтын шығарсыздар, қазір толық тексеретін шығарсыздар. Аллаға шүкір біз құжаттарын барлығын тексереміз. Енді бізде болады қандай риск? Застройщик келсеміз, уақытын құжат бойынша ұзартылып қалатын моменттер болады. Ең аз қанша табасыздар бір пәтерді алып сатқаннан? Бір пәтерден 1,5 миллион. Ең азы ма? Ең азы. Ең көбі ше? Ең көбі 4-5. Бірақ енді қазіргі сәтте 4-5 миллион көру өте қиын. Қазір біз енді тек объеммен жұмыс жасаймыз. Яғни көп аласыздар, көп сатасыздар. Жоқ дегенде 30-дан 1 миллионнан көрсеңіздер де жақсы пайда тауып қаласыздар ғой негізі? Жақсы, иә. Объеммен ғой бізде. Енді мынандай сұрақ, қандай ыстық нелер келе ма? Ұсыныстар? Ыстық ұсыныстар келеді, иә. Ол жерде қанша табуға болады? Ол жерден 3-4 миллионға дейін табуға болады. Иә, жоқ дегенде. Енді құрметті көрермендер, енді бұл кісі енді негізі жоспары, Венера ханым ең үлкен жоспары түбі салынып жатқан құрылыс компаниясының үйін толық алу ғой жоспарыңыз, иә? Мендегі мақсат сол. Оған қашан жетем деп отырсыз? Енді Алла қаласа, ерінбей осылай еңбек жасай берсек, жетеміз деп ойлаймын. Ол енді бір эксклюзивті ұсыныс болады ғой? Ол эксклюзивный ұсыныс болады. Ол жерде жоқ дегенде қанша пәтер болады? Қарағы. Енді оны уақытысында сөйлейік, қазір айта алмаймын. Айтпай қоямыз ба? Қазір енді осы үй бойынша қосайық, құрметті көрермендер, енді осындай үй алып алам деген адамдар болса, Венера ханым осындай үйлер салып отыр. Болмаса, осындай үй алып сатам деген адамдарға қазір жауабымен кішігірім тәжірибемізді бөлісіп кетеміз. Айтпақшы, ұлан, бұл жерде біз неге үйге маржаны аз қосамыз? Өйткені біздің өзіміздің формула жилья компаниясы бар ғой. Соған
біздің клиенттеріміз бар. Сол кісілерге үйді дайындаймыз. Сол үшін біз көп маржа қоспаймыз. Халықтың жағдайына қараймыз. Сол үшін көп маржа қоспаймыз. Және де бағдарламаның шектеулі бағасы бар емес па? Шектеулі бағасы бар, содан шықпауымыз керек. Мысалы, Алматы жастары ма, ол жерде 20 миллион қарастырылған. Наурыз программасы ма, ол жерде 35 миллионға дейін қарастырылған. Яғни 50 миллионды өтпейді ол бағдарламада. Сол үшін біз тек программамен өтетін үй, өзіміздің клиенттерімізге ыңғайлы ұсыныстар дайындау үшін. Ассалаумағалейкум. Осы жерде бізге ары қарай таныстыратын есіміңіз? Көптілеу. Көптілеу мырза Венера ханымның күйеуісі. Жолдасы. Военный. Пенсияға шыққаныңыз құтты болсын. Рахмет. Қанша жасыңызда шығыпсыз? 39 жасымыз. Пенсияға шықтым екен деп қарта кетпеңіз бірден. Сол қартаймас үшін осы кәсіппен айналысып жатқан. Қанша квадрат үй? Үй үшін жалпы 120 квадрат. Түсінікті болды. Қанша уақыт салдыңыздар? Бұл салуға осындай жағдайына қазіргі уақытта 1,5 ай уақыт кетті. Неше кірпіш кетті? Шамамен 1440 кірпіш кетті бұл. Қанша куб фундамент кетті? Фундаменттен 60 куб фундамент кетті. Түсінікті болды. Үйде неше бөлме бар? Үйде 5 бөлме, және де осы кіреберісі бар. Холл деп айтамыз ғой біз енді үйге кірген кезде. Бір жағынан мына жерде қонақтарды бір телевизор көріп, отбасымен бірге қонақтар болсын. Венера ханым, мына үйдің клиенті бар ма дайын? Бізде дайын клиенттер бар, уже задатығын беріп қойған. Салынып отқанда беріп қойды ма? Салынып жатырғанда үйдің задатығын беріп қояды. Яғни үйін көрмей бере беретіндер бар? Көріп беретіндер. Бағасы қанша деп отырсың мына үйде? Салыну бағасы қанша болды? Салыну бағасы шамамен бір 29-30 миллионға шығады. Енді сату бағасын бағана Венера ханым айтқандай бір көп қоспаймыз, бір 35-ке келеді ғой. Сауда бола ма? Сауда болады, 35-те емен енді халықтың жағдайына қарайсың, кейде болады. Қандай суммаға риза боласыз үстінен көрсеңіз? Үстінен 2 миллион көрсем де риза бола берем. Түсінікті болды. Енді мына жерде сіздер паркетін бәрін жасап бересіздер, түгел тек заттарын өздеріне қажетті сонымен кіреді ғой, болды. Үй полностью барлығы есігі, аула аймағы барлығы салынып, тек кілтін ғана береді. Қақпасында жасап бересіздер? Қақпасында жасап, енді жиһаз толық болмайды шығар бірақ? Жиһаз болмайды. Жиһаз мүлдем болмайды? Яғни өз жиһазымен келіп кіре берсе болады. Жиһаз жоқ болса, көрпе жастығымен келіп, еденде жатып болса, үйге қона берсе болады. Түсінікті болды. Енді бағдарлама бағасы шектеулі болғаннан кейін бұл бағдарламаны мен ойлаймын әдейі аудандарға арнап жасаған шығар онда, жер үйді. Жер үйге мысалы қалалық жерде тек мүмкін емес қой жер үй салу қалада ондай бағаға. Ондай баға қалалық жерде жалпы бұл үйдің құнына жер ғана сатып аласың ғой. Былай айтқанда. Бұл жерде енді көлемі, ауқамы, кеткен материалдардың бәрі сол неге бағдарламаға сай, қаражатына сай салынып беріледі ғой кілтіне бәрін. Программада бұл жерде қаладан алатын болсаң, Наурызбен, ол тек құрылыс компанияларынан ғана алыңыз, ал облыстан алатын болсаңыз, екінші нарық қарастырылған. Облысқа бөлік қарастырылған? Қарастырылған, екінші нарық. Бірақ баға шектеуі бар? Баға шектеулі, қалаға не берді? Облысқа да соны беріп тұр ғой? Соны береді, бірақ дайын үй сатып алса болады облыстан? Дайын үй сатып алуға болады. Егер де өзінде қосымша ақша болса, енді үстінен қосып ала беруге болады. Мүмкіндігі бар. Түсінікті болды. Өткен жылы жер үй салдыңыздар ма? Өткен жылы біз салдық. Қанша? 3 үй салдық. Өткен жылы баға қандай болды? Баға бұдан төмен болды, 27-28-ге саттық. Онда квадраты аз болды ғой? Квадраты аз болды. Қанша уақытта саттыңыздар? Ол кезде сосын жердің бағасы арзан болды ғой. Қазір жердің бағасы өте жоғары, жер табу қиын. Сол үшін біз енді саны шектеулі болып тұр салынатын үйлердің де. Тез сатылды ма ол? Тез сатылды. Ұнады ма жалпы? Жер үй? Жер үй ұнады. Биыл неше салу жоспарда бар? Енді біз қазір тағы да дегустация жасап жатырмыз ғой. 3 үй, соны анализ жасаймыз, ары қарай тағы ойластырамыз. Бізде енді мебельмен қарастырып жатырмыз. Мына жақта 3 үй салып жатсыздар, Да, мына жақта. Қандай қиыншылық болып отыр жерде? Бұл жерде енді қазіргі уақытта қалай айтсам болады, сезоны ғой енді. Бізде кірпіш жағы кішкене қиын тудырғызып жатыр. Қай кірпіш нақты алып жатқандарыңыз? Біз нақтылап жатқан газоблок алып жатырмыз. Газоблоктан күтіп қалыватсыздар? Күтіп қалып жатырмыз. Қашанға дейін күтті дейді? Енді ол алдын ала 1 ай бұрын жазылып, 1,5 ай бұрын жазылып алып жатқандар бар. Біз енді осы
үйді салуды жоспарына сай бізде бір ай бұрын очередьке тұрып қойған. Кірпіште клиент таппай жүрген адамдардың құлақтарын алдыңыздар ға. Кәдімгідей кезек болып отыр ма сол? Кезек құрылыс тоқтап тұр. Құрылыс сол бір үйді көтеріп қойдық салып жатқан үш үйдің. Енді екі үйі сол кірпішке қарап тұр ғой. Қай ұлт салып жатыр? Енді біздің Өзбекстан азаматтары салып жатыр. Мына үйге салуға қанша ақша бердіңіздер? Бұл үйді салуға 7 миллиондай жұмыс. Ар жаққа қанша келістіңіздер? Ол жаққа енді 5 миллионнан келістік. Өйткені үш үй бергеннен кейін. Өйткені үш үй бергеннен кейін, я сосын үй ауқамы кішігірек болғаннан кейін сол Біздің өзіміздің жігіттер қанша сұрады? Енді бізде енді қазақ деп айтса өзімізге тиеді ғой, не дегенмен де, бірақ біздің қазақ жігіттерінің қолы кішкене қымбаттау. Дұрыс қой, біздікі қымбат болу керек қой. Біз арзан істемеу керек, біз сапалы істейміз ғой. Иә. Жаңа задаток бойынша сіз айттыңыз ғой, көрмей алуға қандай мүмкіндік бар ма, не көрмей ала ма не деп. Жоқ, көрмей алмайды, өзіміздің не осы салып қойған үйіміз болады, соны шоурум ретінде қарастырамыз, үйді көрсетеміз, тура осындай үй болады деп көрсетіп, сосын үлгісін, макетін көрсетеміз, планировкасын көрсетеміз, сөйтіп ала береді. Түсінікті болды. Өзіңіз танитын адамдар бар, өсіп жер үй салып сатып жүрген? Бар. Қанша үй сататын адамдар танисыз жылына? Жылына енді мен сұрамадым, бірақ минимум 10 үй сатады деп ойлаймын. Енді бұл сезонный жұмыс қой. Бұл жерде бір 6 айлық жұмысты. 6 ай салады, сатады? 6 ай, иә. Одан кейін ол мүмкіндік болмайды, өйткені күн суып кеткеннен кейін үйді салу мүмкіндігі болмайды. Түсінікті болды. Ол кісілер бағдарламамен сата ма? Бағдарламасыз ба? Бағдарлама, мен бағдарламасыз сатамын. Бұл жерде мен ойлаймын, сіздің артықшылығыңыз программа, бағдарламаның бәрін білгеніңіз үлкен плюсіңіз сияқты ғой. Көп үй салатын адамдар бағдарламаның аты несімен білмейді олар. Иә, олар енді өзің біл дейді, мен сатып отырмын дейді. Сіздерде алам деген адамға бағдарламаны қосып, сопровождение бәрін жасап бересіздер ғой. Иә. Ол жақта белгілі бір сайттармен сатады, а бізде енді өзіміздің клиенттерімізді қамтамасыз етеміз ғой. Өзіңіздің клиентіңіз деген кім ол? Өзімнің клиентім деген, бізде Формула жилья компаниясы бар. Ол жерде біз ипотекаға сопровождение жасаймыз. Сол жерде енді... Бұрын алған адамдар ма? Жоқ, бұрын алған адамдар, алмаған адам... Бізден услуга алады ғой ол кісілер. Жас. Иә, услуга алады, ол кісілерді ипотекаға дайындаймыз, одобрениесін аламыз, кредитін. Сосын барып уже үй процесі басталады іздеу. Сол кезде өте қиындықтар туындайды. Сол үшін енді өзіміздің объектілерімізді сол клиенттерге байлау арқылы жұмыс жасап жатырмыз. Түсінікті болды. Онда қазір енді формула жильяға барайық онда қазір. Иә. Жалпы мына жерде бұл жерде айтып өтейін дегенім, бұл мысалға үй іздеген адам біреу арқылы табылады, таныс арқылы табылады, болмаса риэлторлар жаңағы сататын үйлер адамдар арқылы табады. Бұл жерде енді біздің компанияға жүгінсе, біздің компания сол құжаттың басынан келген клиенттеріміз келеді ғой, сол уақыттан осы үйді көрсету және толық документімен қамтамасыз ету, жаңа айтып отырмын, сопровождение жасап, таза документімен қолдарына кілтті ұстағанға шейін біздің компанияның услугасы сол. Сонымен тиімді болады. Басқа қырмайды дейікші. Еш жаққа қарап жаңағыдай жүгірмейді да. Қысқасы, ақшасы шығып тұр, бағдарламаны өтіп тұр, қалған проблема сіздердікі. Сүйемелдеу деген осы ғой. Артық 500 мың теңге бер, қаншама проблемадан құтыласың. Болмаса уақытыңды арнайсың, жүгіресің, басқа тұрасың, кезекте тұрасың, жұмысын сыртқа тапсырасың. Құжаттарың қате болса өтпейде қалуы. Өтпейде, яғни уақыт жоғалтып алуыңда. Иә, уақыт жоғалтып. Енді тиімділігін түсінген шығарсыздар, адамдар қазір енді бәрін маман істегені қалайды ғой, әр затты өз маман істеген шынымен дұрыс. Мысалы бізде өткен жылы мен де айтып отырмын ғой, үй алдым, талқылау салдым деп өткенде салдым ғой. Менің басты қиыншылығым ол жерде. Біз өтпей қалдық қой қаншама программадан. Өткенде сізбен үй алған кезде біз бірден өтіп кеттік. Кредит одобрение бермейді дедіңіз ғой. Біз айттық қой, біз жарамсыз адамдардың қатарында болдық. Иә. Әйтпесе қанша жыл ИП жүргізгенбіз, отчет жүргізгенбіз, налог төлегенбіз, айналып келгенде өтпей қалдық. Білмегеннен кейін басын қатады екен. Қаншама уақытымды арнадым мен сол жерде. Уақыт жоғалттым. Енді соңғы сұрақ. Сіз өзіңіз тірілей үлгісіз ғой. Бізден аты үлгерген емес шығар деймін. Салық төлейсіздер ма? Салық төлейміз міндетті түрде. Өткен бізде техпаспортпен жұмыс жасағаннан кейін флиппинг бағдарламасында, бізде флиппинг саласында налог төлейміз. Қазір мен сізге құжаттарымызды көрсетеміз, сатып аламыз, сатамыз. Яғни біздің көрген маржамыздың 10%-ін біз салып үкіметке төлейміз. Биылға қанша шығып тұр? 35-40 миллиондай. Кемі? Кемі. Бұйыртса майда төлейсіздер ғой, мамыр айының мен нең ортасында. Жоқ, қазір енді салықты төлеу айы ауысты. Қыркүйек айына дейін төлейміз. Төлеуге болады? Иә. Ол қашан ауысып кетті? Осы биыл. Мамыр айында емес пе сонда? Мамыр айында емес. Негізінде бізде
осы кезге дейін марттың 31-іне дейін отчет тапсырып, Сода бар еді ғой. апрельге дейін түгел біз оплатаны төлеп, налогтың салығын төлеп тастауымыз керек болған. Биыл енді қыркүйек айына дейін қарастырған екен, сол үшін біз қыркүйек айына дейін Жоқ енді 40 миллион төлейсіз биыл. Әлі одан да көп болуы мүмкін ба? Одан көп те болуы мүмкін, аз да болуы. Енді точно 35-тен төмен жоқ. Қазір енді ары қарай формула жиля компаниясына барайық. Жалпы сүйемелдеу кәсібімен сіздер сол жерде толыққанды таныстыратын боламыз. Және де Венера ханым пәтерлерінің документтерін сол жерде сіз болып біз бір тексеріп жібереміз. Құрметті көрермендер, жаңа офисқа кірмес бұрын біз Венера ханым дайын пәтерін біреу көрсетіп кетсек деген ниеттеміз. Көргісі келетін шығар көп адам. Қалай дайындап беретінін. Қазір қай жердеміз? Қазір біз Ақкент құрылыс компаниясының жылы комплекс Ақкенттеміз. Бұл жерде неше пәтерлеріңіз бар? Бізде бұл жерде қазіргі моментте 10-нан асады. Осы жерде неше тұрғын сізден алған? Енді біраз. Қанша бар деп айтайық? 100-ден жоғары бар шығар. Сізден пәтер алғандар? Осы жерде? Иә. Қанша жылда? Мен санамадым, мен точно одан көп санаған жоқ. 100-ден астам бар, Астам бар, иә. Қазір дайын пәтерді көреміз, бағасы қанша оны? Мысалы, мына домның өзінде бір 20-дай адам алды. Сізден алған адамдар? Иә. Сондықтан құрметті көрермендер, енді бұл жерде Венера ханымның армиясы осы жерде тұрады десек болады. Қазір неше квадрат мына жерде? Қазір көрсететініміз 40 квадрат. Өзім Ақкент құрылыс компаниясының үйі ұнайды. Өйткені осы жерден өзім наным жеп жатырмын. Неше бөлме? Қазір көрсететініміз 40 квадрат евродвушка. Так, 40 квадрат үйді көрсетеміз қазір. Nerede? Лифт істей ме екен? Істесе керемет болып көтереді. О, Құдайға мыңда бір шүкір. Так, қай қабат екен айтпай қойып, кейін кеп аласыздар. Мынаны сатып қойдыңыздар ма бұл жердегі пәтерді? Иә, сатқандарымыз бар, задатығы. Дәл қазір көрсететініміздің иесі бар ма? Иесі бар, задатығы бар, иә. Қанша бағасы? Бағасын ол кісіге біз 22 миллион 300-ге. Жиһазымен, бәрімен, бәрімен, иә, 40 квадрат. Иә. 22 миллион 300-ге сатып жатырмыз. Қай бағдарламамен алып отыр? Алматы жастары. Қанша алғашқы жарна қанша? Алғашқы жарна сол 10%. 10% пе, да? 10%. 10%-ы 2 миллион теңге бола ма? Иә. 2 миллион теңге пәтер алып отыр? 2 миллионға, иә. Айына қанша төлейді? Айына, енді ол жерде ше пәтердің құнының жоғарғысын өзі төлеп жатыр ғой. Сол үшін оны біздің компанияда мамандардан сұрау керек. Құрметті көрермендер, дайын пәтерді көріп алыңыздар. Бұл кісілер қалай өткізеді екен? Міне, әп-әдемі. Қабырғадағы нені де көрсек болады екен, міне. Әдемі сурет картинкамен бірге. Неше? 40 квадрат дедіңіз бе, Венера ханым? Иә, 40 квадрат. Келіңіз, ішке қарай кіріңіз. Айдос бауырым. Бір жатын бөлмемен ғой сонда, иә? Спальня отдельно. Евродушка да емес, бұл енді полноценный душка болып тұр ғой, сәл болса да. Бұл кісілер немен келу керек? Бұл үйді алған адам өз атыс-аяғы, көрпе-төстегі киімі. Негіз бізде Венера ханымның требованиясы бойынша үйде барынша бәрі болу керек дейді. Мына картинкасына дейін, диванына дейін бәрі болу керек дейді. Требованиясы сондай. Келген адам техникасымен келеді ғой. Кейде келісім бойынша кейбір клиенттер бізге сонымен бірге енді айтады, егер алып бер десе, оны тап беріп, полный қойып береміз. Яғни тоңазытқыш. Иә. Қазір осы үйде мысалы стиральный машина тұр, соны покупательдер сөйтіп айтқан, соны қойып бердік. Қазір осы жерде несімен бірге тұр. Қазір көріп тұрған үйлеріңізде уже задатық бар бізде. Сделкасы жүріп жатыр, оценка жасалып жатыр, процесте. Сол үшін енді покупательдің сұранысымен керек жарағын әкеліп, солай жасап жатырмыз. Негізі в основном осылай базовый берілетін бізде. Пердесі, диваны, стол стульясы, кухнясы, спальный болады. Мына бәрі жаңа ғой? Жаңа? Мынаның бәрі жаңа, мынау сол покупательдердің өздерінің кілемдері. Төсек қойған нелері ғой? Асыным қоймаймыз. Былай қарай өтейік. Ол ас бөлме. Мынау кухня студия деп атасақ болады ғой? Иә. Мына жерде тамағын жасайды, мына жерде тамағын ішеді, мына жерде қонақ бөлме, қосымша бұны бір жатын бөлме қылса болады. Иә. Яғни енді үлкен үй алуға шамасы жетпейтін адамдарға үйдің несіне қарай. Так, енді сіздердегі дәретханаларымызды тексерейік. Мынаның астына да свет қойыпсыздар ғой. Аяқ саласы сол жерге. Кір машина қойылған, дәретханасы тұр, қол жуатын жері, душы. Мына жердегі нені пердені өздері қоя салады? Өздері қояды, иә. Біз осылай. Или болмаса кабинканы өздері жасайды. Иә, өздері жасайды. Түсінікті болды. Енді клиенттің сұранысына қарай қойып беруге де болады. Енді оның бәрі ақшаға. Мынау кіреберістегі шкафтарыңыз.
Мынау жатын бөлме, мына жерде негізі енді жұмысшылар қазір осы жерде жатып жүр екен. Үй өткенше. Құрметті көрермендер, мынау Алматы жастарымен өткен. Мынаны үйленген адам алып отыр ма, үйленбеген адам алып отыр ма? Бұны енді біздің компанияның жұмысшылары біледі, нақты клиентті кім екенін білмейді екен. Енді сол жұмысшыларыңыз бен компанияңызға онда қазір барайық. Иә, барайық. Енді біз аяқ астынан дайын үйді көрсетеміз деп шештік, өйткені көп адам көргісі келетін шығар шынымен. Қандай үй, қалай ремонттайды, құрылысы қалай болады екен, дизайны қалай болады екен, қандай жиһаздар, қандай есік болады екен деген. Сол бір көрсетіп кетейін деген ниеттеміз, міне. Қараңыздар, көріңіздер, видеомен де әдемілеп жасап кетеміз. Жалпы осы салада жүрген адамдар болса, өз бағасын берер. Және де бағасына сапасы сай деп ойлаймын. Иә, өте болмаса. керемет. Иә, 40 квадратқа 22 миллион 300 өте жақсы баға. Және де 22 миллион 200 мен осындай үйге ие болсаң, енді көптеген адам негізі қорқады ғой, біз үй аламаймыз, өйткені 20 миллион ешқашан жинай алмаймыз. Бірақ 2 миллионды білмеймін, айына бір 50 мыңнан бүйтіп лақтырса да 2 жыл 3 жылда жинап шығуға да болады. Болады. Болмаса кредит шығады ғой қазір адамдарға. Жоқ, оны 2 жыл 3 жыл жинамай-ақ біздің компаниямен, Формула Жилья компаниясымен қысқа мерзімде алуға мүмкіндіктер бар. Сатып аласыз да. Иә, болады. Сондықтан проблеманың бәрі шешілген, құрметті ағайын. Үй алу сіз ойлағаннан да жеңіл. Бірақ әрине тәртібін, ыңғайын білсеңіздер. Иә. Онда қазір Формула Жильяға барайық, бағанан бері жырғып айтып жүрген. Иә. Мақтап жүрген. Жүріңіздер. Және де кәсіп қылып алам деген адамдарға арналған сіздердің салаларыңыз сол жерден басталады. Ал бұл процестің бәрі Венера ханымды және бұл кісінің командасы жасап отқан жұмыстарын көрсетіп, таныстырып, сенімділікті арттыру үшін көрсетіп жатырмыз. Яғни сіздерге дәлелдеп, өзімізге дәлелдеп, көз жеткізу үшін деп айтсақ болады. Құрметті көрермендер, Формула Жилья компаниясына келдік. Бағанан бері уәде беріп, енді жеттік. Осы жерде Айбек деген бауырымызбен таныстырамыз. Енді Венера ханым қай жерге барса бір адаммен таныстырып жатыр. Себебі бизнес жүйеленген екен, осымен көрсе болады. Сіз не жұмыс атқарасыз? Мен бұл жерде объектті табумен айналысам. Айбек немен айналысады? Айбек бізде Формула Жилья компаниясының директоры. Және де сіздің туысқаныңыз? Менің балам деп айтсам болады. Өзімнің қолымда, ол Үлкен ұл. 14 жасынан бері тәрбиеленіп жатыр. Бұл бизнес біздің отбасылық бизнес. Жалпы, бүгінгі Венера ханымның шығарылымының ерекшелігі қай жерге бармасақ. Айдос қана сіз туысқаныңыз емес пе? Айдос менің туысқаным емес. Туысқандай болып кетті. Туысқандай болып кеткенбіз. Жалпы отбасылық кәсіп жасап жатқан жағдайлары бар. Айналасын бәріне, келіннен бастап бәрін жинап алған, дұрыс па? Дұрыс. Бухгалтер ма? Кім келдіңіз? Келінім колл-центрда отырады. Келіні колл-центр бұл кісі. Айбек осы жерде директор. Иә, біздің сүйемелдеумен Айбек айналысады. Иә, біздің ипотека бойынша направлениемізбен барлығымен Айбек айналысады. Өйткені маған мүмкін емес. Мына ремонтты алып жүру, болмаса жаңа объектілерді частный салу, компанияны игеру өте қиын. Сол үшін біз бәрін жүйелеп, әрқайсысына направление жасап, әркімнің өзінің қызметі бар. Яғни сіз пәтер табасыз, оны Айдос құрылыс жұмысын жасайды. Оны жарнамаға салып сататын Айбектер. Айбектер, иә. Бірақ бәрін қарап отырамыз. Жалпы жаңа сіздер ай сайын өткізіп отқан жақсы уақытта 30 пәтерді осы жігіттер сатады ғой? Иә, осы жігіттер сатады. Командада неше адам? Бізде командада 8 адам ғой қазір. Командада 8 адам. Жалпы бізде Формула Жилья компаниясы ипотекамен, сүйемелдеумен айналысамыз. Ода бізде неше түрлі жағдай болады. Клиенттің алғашқы жарнасы болады, кейбіреуінің алғашқы жарнасы болмайды. Соған байланысты, әр клиенттің жағдайына байланысты первичка, вторичка нарықтан және де кредитный несі жаман болатындар бар. Кредитный нагрузкасы көп болатын бар. Кредиттен просрочкаға 90 күннен асып кететіндер болатындар бар. Солардың біз банкті таңдау арқылы алып береміз. Егер де совсем нашар болатын болса, онда басқаша жолын қарастырамыз ғой. Бір сұрақ қойшы, шықпайды деген бар ма? Шықпайды деген жағдай бар. Ол жағдайда вообще адам просрочкадан просрочка болмаса данный момент просрочкада тұрған болса, шықпауы мүмкін. А так негізі мүмкін емес нәрсе деген жоқ. Ақшасын берсе бәрі шешеді. Ақшасын берсе бәрі шешуге болады ғой. Қысқа жеткен кезде. Енді бұл жерде Формула Жилья компаниясы тура осы қазір біз көріп тұрған. Бұл компания пәтер алып сатумен айналыспайды. Бұл кісілер пәтер іздеген адамдарға пәтер тауып беріп, соны алуға көмектесумен айналысады деп қысқаша осы бағытты бөлсек болады, дұрыс па? Иә. Яғни мысалы мен келдім, алғашқы жарнам бар, болмаса 1 миллион теңгем бар. Кредитный историям орташа, жақсы, жаман. Зейнет нем жүрген. Келдім, маған үй тауып беріңдер деп айтамын. Мен өзімнің таңдауымды айтамын. Маған айына 300 мыңнан төлей алам. 30 квадрат керек. Ремонтпен ремонтсыз деген айтсам, сол бойынша тауып бересіздер. Дұрыс айтасыз, тауып береміз. Қанша уақытта? Ол 1 аптамен 6 айға созылады. Процестің клиенттің жағдайына байланысты. Айына 500 мың төлеймін бе әлде сол 6 айға 500 мың төлеймін?
жоқ, ол жерде сізден шыққан ипотекаға байланысты ғой. Біз жалпы Қазақстан бойынша барлық банкпен сотрудничать етеміз. Сол банктердің арасында бізде 0,1%-дан бастап 22%-ға дейін ипотека алып береміз. Ол жерде яғни клиенттің ситуациясына байланысты. Ал қызметтердің құны қанша болады? Біздің қызметіміздің құны 600 мың теңгеден жоғары. 500-ден жоғары ма да? Да, 500-ден жоғары кетіп қалдық қой. 600-ден жоғары. Клиенттің сұраныс бойынша бізде жалпы Формула Жилия компаниясының негізгі атқаратын қызметін бір ауыз сөзбен айтатын болсам, ипотекасын дайындап, одобрениесін шығарып, кейін сол шыққан суммаға байланысты Алматы қаласынан үйін тауып, сол кілтін қолына ұстаймын дегенше сопровождение жасаймыз. Яғни ол черновой үй алатын болса, біз чистовойға дейін шығарып береміз. Осы процесс ол неше рет келіп кету керек сендерге? Бізге бір 5-6 рет келіп кету керек қой. Яғни қол қоюға, көруге, қарауға. Ең бірінші жұмысы бар өздеріңдікі. Барлығын өзіміз жасаймыз. Бұл клиенттің қанша процент проблема шешеді? Бұл клиенттің негізгі Қазақстандағы көбінің баспанасы жоқ қой. Енді Қазақстандағы тұрғындардың бір 70% адамның проблемасын шешеді деп айтсақ болады. Түсінікті болды. Яғни уақытын үнемдейсіңдер, ақшасын үнемдейсіңдер, айта аламыз ба? Айталамыз. Және энергиясын үнемдейсіңдер. Иә, пәтердің бағасымен жұмыс жасаймыз. Және де бағдарламаны іздеп, зерттеп, банктарға жеке-жеке барып, кезекке тұрып басқа тұрудың мүлдем қажеті жоқ, оның барлығын біз жасаймыз. сіздер қатырасыздар. Иә. Пенсионға вообще болмаса 10 дайындап береміз ғой. Енді қысқаша айтқан кезде құрметті көрермендер, Формула Жилия компаниясының негізгі жұмысы осы. Және де тура осы сала бойынша біреу кәсіп ашам десе, осы проектіні бірге бір үйретіп бере аласыздар. Үйретіп бере аламыз. Сүйемелдеуде. Мүмкіндік бар. Түсінікті болды. Енді компаниямен таныстырып кетіңіздер. Жүріңіздер, жалпы бізде бұл Формула Жилия компаниясының алғашқы бөлігі кіріп келген кезде клиенттер Дархан мырза бізде консультация береді. Клиент осы жерден консультациясын толық алып, кейін мына жаққа қарай. Жалпы процестің көп бөлігі осы жерде бітеді ғой. Одан кейін мына жаққа өтетін болсақ, бұл жақта бізде Формула Жилия компаниясының жалпы колл-центр отырады, және сату бөлімі. Содан кейін бағана түсіндірдім ғой, біз одобрениені шығарғаннан бөлек біз үй табумен айналысамыз деп. Вот міне мына жақта колл-центр, одан кейін міне Әлібек деген мырза отыр, ол бізде клиенттің одобрениесі шықса, үйін тауып беруге көмектеседі. А одан кейін мына жақта бізде нотариусымыз бар. Нотариус қазір жоқ қойдым. Иә. Жалпы өз таза сендерге жұмыс істейді. Таза бізге жұмыс жасайды. Сырттан да қабылдай ала ма? Сырттан да қабылдай алады ғой, иә. Мүмкіндігі бар ғой. Яғни нотариус іздеп, ары-бері жүгірудің қажеті жоқ. Жалпы келеді, осы жерден бітіп кетеді ғой шаруаның барлығы. Осы айналада үйдің кілтін бәрін алып шығып кетеді. Осы жерден алып шығып кетеді. Маған бізге үй алып берген, мен әпкеме жүгірткен осы Айбек бауырымыз. Біз 3 рет келдік па, 4 рет келдік? 3 рет келдіңіздер ғой таза. 3 рет, 3 рет келдік. 3 рет келдік, пәтер алдық, 60 квадрат, және де ең жақсы, ең тиімді бағада деп айтсақ болады. Формула Жилия компаниясына неше жыл болды? Формула Жилия компаниясына жалпы біз нарықта жүргенімізге 6 жылдай болды, ал компания толыққанды құралғанымызға 1,5-2 жыл болып бара жатыр ғой. Түсінікті болды. Осы 2 жылдың ішінде клиент таппай бос отырып қалған уақыт болды ма? Жоқ, болған жоқ. Жарнамаға ақша жұмсайсыздар ма? Жарнамаға ақша жұмсамаймыз. Жұмсап көрдіңдер ме? Соны жұмсап енді көрсек па дейміз, бірақ жұмсаған жоқпыз әлі. Қызық болып тұр. Қалай болады? Неге жұмсамадың? Өйткені қазіргі таңда ол сұранысқа ие ғой ипотека деген жалпы. Жарнамасыз-ақ келіп жатыр ма? Жарнамасыз-ақ келіп жатыр. Инстаграм жүргізесің ба? Инстаграм жүргіземіз. Бізде мынандай нәрсе ғой, клиент келеді, оған жақсылап қызметті көрсететін болсақ, оның туысқаны бар, ала алмай жүрген, әпке қарындастары бар, солардың барлығын алып беріп жүре береміз. Бір адамды риза қылсаң, клиент үзілмейді десей? Дәл өзі ғой. Сонда былайынан айтайыншы, бір адам алып берсең, артынан бір айналасында туыстарына ең көп қаншауын алып бердіңдер? Бір адамнан. Енді қараңыз, былай есептейік, бір адам келді, оның сестрасын алып бердік, оның сестрасына үйін сатып бердік, оған сатып алатын адамға ипотекасының одобрениесін шығарып бердік, үйі дұрыс емес болса ремонтын жасап бердік деген сияқты барлық мәселе кете береді ғой дальше. Ал жарнама жасауды неге қолға алайын деп жатсыңдар? Енді жарнамасы тағы да біз кеңейгіміз келіп жатыр да, иә. Яғни клиентте проблема жоқ. Проблема жоқ. Біздің үй алуға келген халықтың қаншауына жақсы одобрение шығарды білесің? 10 адам кірсе есіктен. Есіктен 10 адам кіретін болса, как минимум 7 адамнан жақсы одобрение шығады ғой. Үшеуіне біз жағдайын жасаймыз. 6 ай дайындаламыз, 1 жыл дайындаламыз. Формула Жилия тура осылай басталды ма, әлде сенен жалғыз басталды ма? Қызық айтайын, Формула Жилия компаниясы мына жерден басталды. Мен жалғыз өзім отыратын, Венера Әділбековна сыртта объектілер жинап жүретін, одан кейін Жанара ханым болды біздің қасымызда. Жалпы 3 адам болып бастадық, иә? 3 адам болып бастадық. Сонан Аллаға шүкір дәл осындай жағдайға жеттік қой. 1,5 жылда. 1,5 жылда. Енді тезірек дамуларыңыздың басты себебі нарықта сұраныс үлкен, конкурент жоқ деп айта аламыз ба? Конкурент бар. Конкурент бар. Бұл жерде клиентке сіз барлығын бере білуіңіз керек қой. Мысалы, клиент кірді, допустим, ситуация черновой ғана үйді алады. А черновой үйді алатын адамға не керек? Ремонт керек.
ремонт жасаған адамға не керек, мебель керек. Соның барлығымыз қамтамасыз еткеннен кейін барып клиенттер бізге жақсы келеді. Сервис қой бұл жерде. Түсінікті болды. Бірақ нарық үлкендігін оны мойындаймыз. Баспанасыз адам көп. Көп. Онда литтің де бағасы өте төмен шығар өздеріңізде. Төмен шығар, иә. Оны жіберіп көрмедіңіздер өкінішке орай. Енді жіберіп көрмедіңіздер емес, бастап жатырмыз, жіберіп жатырмыз. Енді литті жіберген кезде Ерғанат мырза бар ғой, сол кісі жіберіп жатыр. $100 аз ғой, нақты бір келетін клиенттің несі құны. Бағасы ма? Бағасы. Ал бір клиенттің литтің саны вообще арзан бізде. Ең қысқа бір клиентті 0-ден үйге дейін қанша уақытта шығарып салдыңдар? Ең қысқа. Ең қысқасы 2 күнде болды бізде. Ең ұзағы? Ең ұзағы 6 айда. 6 айға дейін ба? 6 айда. Осы кәсіптердің ішінде қандай да бір риск бар ма? Мысалы сопровождение сүйемелдеуде ақша төледі, кейін оған шықпай қалды, ақшасын қайтарып бердік деген сияқты. Жоқ, ондай риск жоқ ешқандай да. Бұл жерде чисто сервис қой. Адамға қалай қызмет көрсете білдің, ипотекасын қалай шығара білдің. Шықпай қалса біз енді қайтарып береміз. Ондай болды ма моменттер? Енді бізде болды. Болды ма? Иә. Осы 1,5 жылдың ішінде көп болған жоқ. Қанша? Енді қанша болды примерно? Жалпы 1,5 жылда. 10-нан асатын шығар. 10-нан аса. Түсінікті болды. Ал енді құрметті көрермендер, тура осы формула жилияның енді франшизасы емес қой, бұл дұрыс па біздің түсініп тұрған сіздің? Ау? Формула жилияның франшизасы емес қой, түсініп тұрғаныңыз? Франшизасы емес, өзі біздің компаниямыз жаңа 3 адам болып бастадық дедік қой. Ең біріншісі 1,5 жыл бұрын басталғанмен, жалпы команда жиналып басталғанына бір 8-9 айға. Қысқаша айтқан кезде осы Венера ханым кәсібіне қызыққан адамдар болса, осы салаға флиппинг емес. Бұл флиппинг емес. Жоқ, флиппингке қатысы жоқ қой. Бұл саланың флиппингке қатысы жоқ. Бағанағы негізі флиппингті үйретесіз ба? Үйренем десе біреу. Негізі үйренем деген адамдар болса, үйретуге болады. Ал дәл осы сүйемелдеуді үйренуге болады ма? Болады үйретуге. Түсінікті болды. Қай бағытты ұнаса, сол бағытты жұмыс істесе болады. Болады, иә. Көрсете аласыздар ғой? Көрсете аламыз. Енді бағанағы құжаттарды бір қарап жіберейік енді. Жақсы қарайық. Бағана енді көп затты айттық, аузымызды ашып жатырмыз. Шын өтірігін көрсету үшін 30 түрлі пәтер, 30 түрлі құжат дегенбіз. Мына жерде әрқайсысын жеке-жеке сатып алу құжаттары, орысша айтқанда купли-продажа, бәрі жақсы білетін сөз. Бұл жерде міне пәтерлер. Сатылды деген өтіп кеткендер, Иә, сатылды деген өтіп кеткендер, бірақ оны бізге әлі ақшасы түспеген. Өйткені ипотекамен кеткеннен кейін оның ақшасын күтуіміз керек та. Кейде болады, сделка болып болғаннан кейін проблемалар шығады. Сонымен бізде тұрып қалатын моменттер болады. Банкте ақша неше күнде түседі? Әр банкте әртүрлі ғой. Мысалы, екінші деңгейлі банкте бір күнде түсіруге болады. Течение бір аптаның ішінде ақшаны түсіруге болады. Түсінікті болды. Міне мына жерде бізде объектілер, біз негізінде басым көпшілігі Ақкентпен жұмыс жасаймыз, объектілеріміз. Міне мына жерде бізде сатылған объектілер. Неше квадрат? Оның ішінде задатоктар бар. Міне задатоктар бар. Алып қойған. Жаңа Сити Плюсты көрдіңіз ғой? Сол жердің мына задатогі. Мыналар уже өткен үйлер. Мына жерде бізде өзіміздің қазір қолымыздағы құжаттар. Аның бәрін қолма-қол ақша алғансыздар ма? Қолма-қол ақша алғанбыз, иә. Бөліп төлеуге алған үйлер бар ма? Бар. Ондай да бар, ондайда нешеу бар? Бір 10 шақты бар шығар. Бөліп төлеу. Яғни құрылыс компаниясымен келісіп бөліп төлеуге 10 шақты пәтер алып, ішін жасап сатып жатсыздар қазір, Жоқ, әлі бастаған жоқпыз. Бір алып қойдыңыздар. Алып қойдық, иә. Оны жасап сатқанға дейін бөліп төлеудің проценті өсіп кетпей ме? Жоқ, біз енді бұл жерде айтылмайды, информация берілмейді. Бұл біздің құрылыс компаниясымен екеуі ара келісіміміз. Яғни құпия келісім десем? Құпия келісім, иә. Түсінікті болды. Ол жерде де жақсы пайда қалады шығар енді. Ол келісімдеріңізде. Келісімдерімізде, иә, бірақ оны біз заңды түрде осылай техпаспортын аламыз, сосын барып сатамыз. Жұмыс істейсіздер. Қазір енді 10 алсаңыздар, 30 сұрасаңыздар бере ме? Түсінбедім. 10 алдыңыздар, 10 пәтер тура солай. Иә. 30 пәтер сұрасаңыз бере ме құрылыс компания? Береді. Шамаға қарай десеңізші бәрі. Шамаға қарай, ол келісімге байланысты. Түсінікті болды. Келісімге байланысты. Негізі менің өсуімнің осы құрылыс компанияларының бөліп төлеуге бергенде ол. Мүмкіншіліктеріне байланысты. Иә, мүмкіншіліктері. Құрылыс компаниялар неге бүйтіп бөліп төлеуге береді? Өздері сата алмай ма? Жоқ, сата алады. Бұл жерде менде енді айтып тұрмын ғой. Енді кішкене оның өзінің тағы құпиялары бар. Құпия дегенде қалай айтсам болады? Фишкаларыңыз бар ма? Иә, фишкамыз бар алатын. Жоғарғы, төменгі этаждар,
сұранысқа кейін болатын соларды алам, сөйтіп жасаймыз ғой. Фишкаңызды былай айтып қойдыңыз ғой енді. Иә. Фишка Негізі айтпауым керек еді, айтып қойдым. Одан да бөлек фишкалар бар ғой десеңші. Бірақ ол енді застройщикпен бір секретный бір нәрсе емес, ол өзіміздің мына сату техникамыз ғой. Енді репутацияңыз ғой бәрібір нарықтағы. Иә. Дұрыс па? Иә. Бір сөзбен Енді әркімге бере бермейді ғой. Беріп алып ол түк оңай ұстап сата алмай, соңында уақытын жоғалтып, құрылыс компаниясы тағы ондай да олар болды. да өздері количествомен жұмыс жасайды ғой. Бәріне бір бағадан бере бермейді. Өзі определенный количествода үй алуың керек. Содан асырсаң ғана сенің өзің проценттерің төмендеп отырады. Түсінікті болды. Жоғарылап отырады. Мынандай сұрақ қойшы, енді мен үшін маңызды. Үй алатын адамдардың қаншауы банкпен алады, қаншауы қолма-қол алады процентпен? Енді жаңа 100 адам келсе, нешеуі қолма-қол сатып алады сіздерден? 70-те 30 дейші, 30% нал Бар ма сондай? бар. Бар? Бар. Қарастыратындар бар. 70% ипотека. Оның өзін жаңа айттым ғой, бір жылды нарықта санайтын болсақ, бірінші, екінші квартал бізде өте сұраныс төмен болады. Қазір мынау төмен уақыт па? Төменгі уақыт, иә. Қазір қанша пәтер сатып жатсыңдар айына командамен? Айына командамен бір 20-ға жетеді. Енді ол жерде жалғыз менің объектім емес қой. Айналадағылардың. Иә. Айналадағы барлық объектіні қарасаңыз, клиентке үй тауып беруіміз бар, үйін сатып беруіміз бар, Генеральбековнаның үйін сатуымыз бар деген сияқты ғой. Сондықтан толық сондай 20. Яғни қазір мынау төменгі кез. Төменгі кезде. Ал енді сезонный уақытқа дайындаласыздар ма арнайы? Біз дайындаламыз, арнайы сол уақытқа дайындаламыз. Біз қыркүйек айына жақсылап дайындаламыз ғой. Яғни пәтерді көбірек аласыздар, Иә, сол. көбірек дайындап қоясыздар. Иә. Нанқұсап өтеді ме сол кезде? Сол кезде енді айына 20-30 квартира өтеді. Иә, енді ол өзімнің балансымда. Шамаңызға байланысты. Шамаңа байланысты. Одан көп дайындасаңшы. Одан көп те өткізуге Шығат болады. бағдарламаға байланысты ғой ол жерде. Бұл жерде ше былай ғой, ұлан, егер де сенің бәсекелесіңнен мықтырақ тактика ойлап тапсаң, ол количествоға қарамайды. Өте береді. Өте береді, иә. Ол жерде сенің ақшаң болу керек. Бұл жерде мен өзім шектеуім болып тұр ғой. Менің ақшамның жеткеніне байланысты да. Сол үшін менің количествомды бұл жерде санаған кішкене қиындау болады. Сіздікі қысқасы жоғарғы деңгей емес қой, төменгі деңгей. Жоғарғы деңгей болмауы мүмкін, өйткені бұл менің өзімнің қолымдағы ақшамен сөйлеп жатырмын да. А егер де осы менің техникамды пайдаланып көбірек ақша тапып салсақ, онда одан да көп количествода объектілер өткізуге Мынандай сұрақ қойшы, Айбек саған. Сен көп қабатты үйлерді көп аралайсың ғой, жаңадан шыққан, тағы басқа, иә? Сатылмай бос тұрғандар бар ма? Енді сатылмай бос тұрғандар жоқ, бірақ застройщик саламыз деп уәде беріп, бірақ кешіктіретіндер бар. Бірақ кешіктіретіннің өзінің сұраныс алатын клиенттер бар. Алматыда бір уақытта неше көп қабатты үй салынып жатыр деп ойлайсың? Дәл қазір менің ойымша енді 60-70 бір уақытта салынып жатыр. Бәрі өтіп жатыр ма? Документі бар документ. Енді мен сізге былай жауап берейін. Көп қабатты үйлер дәл қазір сөйлесіп тұрған 60-70 салынып жатыр. Клиенттің негізгі проблемасы ол жерде барып 20% төлеп тастау емес. Барлығымыз 20% төлеп тастаймыз. 2 миллион, 3 миллион теңге қазір көбісінің қолында бар ғой. Клиенттің бойлы осы жерде эксплуатацияға беріп, мә документ деген кезде ипотекаға оформление жасау. Вот сол кезде беріп келіп тығырыққа тірелген кезде клиенттер бізге келеді. Қағазға келген кезде бәрін басады. Қағазға келген кезде басады. Орташа есеппен айына қанша төлейді? Ипотекаға ма? Бағдарламаға байланысты. Ең жоғарғы төлейтіндер қанша? Ең жоғарғы. Мысалы қараңыз, 20 миллион теңгенің үйін алу үшін сіз айына 260 мың теңге төлеуіңіз мүмкін. Немесе 20 миллион теңгенің үйін алып, айына 140 мың теңге төлеуіңіз мүмкін. Әртүрлі. Немесе 100 мың 90 мың теңге төлеуге де мүмкін. Мысалы 20 миллионы бар адам 4 пәтер ала ма? 20 миллионнан бір уақытта 4 пәтер алуға мүмкіндік бар. Бар ма? Бар. Бере ма? Береді. Барлығын жаңағы құрылысын жасап, біздің өзіміздің ойымыздағы әңгіме бар ғой. Бәрін арендаға беріп қойып жатпайын ба деген. Болады ма? Бәрін арендаға жатуға болады ғой. Сөйтіп алатындар бар ма? Арендаға беріп бар жату енді, обороты жақсы болса, иә. Обороты жақсы Жұмысы болса жақсы болады. болса, иә. Бірақ енді мынандай жағдай ғой. Өзінің ипотекасын жабады ма арендасы? Ай сайынға төлемін төлей алса болған. Біз оформлениесін жасап, дайындап, үйін таңдап, үйін алып береміз. Ол жалға беріп қойса төлей ала ма? Жалға беріп қойса, бағдарламаға байланысты ғой, 20% алғашқы жарнаны құйып, белгілі бір процентпен алуға болады. Немесе 50-50. Мен ондай жағдайда қалай жасайтын едім? 50-50 бағдарламасымен 2 үй алады. 2-4 үй алғанша. 5 үйде 5 жылда жауып тастап, ол 2 үйден 6 үй шығаруға болады мысалы. Деген сияқты ғой. Пирамида десек. Пирамида. Так, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің шығарылымыз осымен аяқталды десек болады. Сағат қаншада бастадық? Біз таңертең сағат 11-де бастадық. Бәріміз байқағанша шаршап қалдық. Сағат қазір қанша? 4-тен кетті. 4-тен кетті. Күні бойы түсірілім жасап жүрміз енді. Үй алам деген адамдарға энергия формула желе компаниясының
байланыс номері қалдырып кетеміз. Туыстарыңызға, таныстарыңызға жіберсеңіздер болады. Ал енді тура осы формула желе сияқты компания ашам деген адамдарға офиссіз, ақырын жалғыз өзі жүріп істейтін бизнес қой, дұрыс па? Дұрыс. Айына 2 адамды жақсылап сүйемелдеп берсе қанша табылады? Енді майша 2 адамды до конца бітіретін болса миллионнан аса табуға болады ғой. Бір уақытта бір адам неше адамды сүйемелдей алады? Майша мүмкіндігі болса 30-40-қа дейін істей береді негізінде. Енді аздан бастаған дұрыс қой. Иә, біздің менеджерлар бар ғой деген, атак негізі 5-6 адамды бірге Шамасы 10 адамға істеуге болады деген сияқты. Сондықтан осы кәсіпті бастаймын деген адамдарға да, қызығушылығы бар адамдарға бұндай қызмет көрсетіледі. Флиппингті үйренемін десеңіз, болмаса осындай ипотекалық бағдарламалармен табыс табамын десеңіздер, болмаса үй аламын десеңіздер, мына номерге хабарлассаңыздар болады. Инстаграмда тіркеліңіздер, видео ұнаса жүрек басыңыздар, пікір жазыңыздар, пайдалы болса міндетті түрде пікір жазып кетіңіздер. Біз көреміз, қараймыз, және де Венера ханыммен сіздер 2-ші бөлім сұрасаңыздар, біз подкаст жасап толығырақ ашуға тырысамыз. Иә. Көңілдеріңізде шықты деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Сау, саламатта болыңыздар.